Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зыядин Жамалдинов жана Казакстан Республикасынын Түркүстан облусунун акими Умурзак Шукеев өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюшат. Қазақстан Республикасы Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев және Қырғыз Республикасы президентінің Ош облысындағы өкілетті өкілі Зиядин Жамалдинов ынтымақтастық туралы меморандумға қол қояды. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков жана Казакстан Республикасынын Жамбыл облусунун акими Нуржан Нуржигитов өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюшат. Қазақстан Республикасы Жамбыл облысының әкімі Нуржан Нуржигитов және Қырғыз Республикасы президентінің Талас облысындағы өкілетті өкілі Бакытбек Нарбеков ынтымақтастық туралы меморандумға қол қояды. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жана Казакстан Республикасынын премьер-министринин орунбасары соода жана интеграция министри Бахыт Султанов Кара суу жана Ак Тилек автожол посторунун аймагында өнөр жай соода логистикалык комплексинин инфраструктурасын инвестициялоо боюнча меморандумга кол коюшат. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, сауда және интеграция министрі Бахыт Султанов және Қырғыз Республикасының экономика және коммерция министрі Данияр Амангелдиев Ақтілек және Қарасу автожол өткізу пункттер аудандағы индустриялық сауда логистикалық кешен инфрақұрылымына инвестициялау туралы меморандумға қол қояды. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жана Казакстан Республикасынын айыл чарба министри Эрбол Карашукеев өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюшат. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Ербол Карашукеев және Қырғыз Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Аскарбек Жаныбеков өзара түсіністік туралы меморандумға қол қояды. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жана Казакстан Республикасынын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министри Серикали Брикешев чекара аймактарындагы табигый өрттөрдү алдын алуу жана аларды өчүрүү боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюшат. Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серикали Брикешев
және Қырғыз Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Асқарбек Жаныбеков шекара маңы аумақтарында табиғи өрттердің профилактикасы және оларды сөндіру жөніндегі үкіметаралық келісімге қол қояды. Қырғыз Республикасының транспорт жана коммуникациялар министрі Эркинбек Осоев жана Қазақстан Республикасының өнөр-жай жана инфраструктураны өнүктүрүү министрі Кайырбек Ускенбаев авиациялык издөө куткаруу жаатында кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюшат. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев және Қырғыз Республикасының көлік және коммуникация министрі Еркінбек Осоев авиациялық іздестіру және құтқару саласындағы ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісімге қол қояды. Қырғыз Республикасының билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшаналиев жана Қазақстан Республикасының билим берүү жана илим министри Асхат Айтмагамбетов 2006 жылдын 4 июлундагы Қырғыз Республикасының өкмөтү менен Қазақстан Республикасының өкмөтүнүн ортосундагы билим берүү жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколуна кол коюшат. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов және Қырғыз Республикасының білім және ғылым министрі Алмазбек Бейшеналиев 2006 жылға 4 шілдедегі Қырғыз Республикасының үкіметі мен Қазақстан Республикасының үкіметі арасындағы білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамаға қол қояды. Қырғыз Республикасының юстиция министри Аяз Байетов жана Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы элчиси Рапил Жашыбаев 1996 жылдың 26 августундағы граждандық жана кылмыш жазык иштери боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө Қазақстан Республикасы менен Қырғыз Республикасынын ортосундагы келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу протоколго кол коюшат. Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы елшісі Рәпіл Жошыбаев және Қырғыз Республикасының әділет министрі Аяз Байетов 1996 жылға 26 тамыздағы Қырғыз Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы азаматтық және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттамаға қол қояды. Қырғыз Республикасының тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жана Қазақстан Республикасының премьер-министринин орынбасары тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу 2022 жылга карата тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы биргелешкен аракеттер планына кол коюшат. Қазақстан Республикасы премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді және Қырғыз Республикасының сыртқы істер министрі Жээнбек Кулубаев дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуына орай 2022 жылға арналған сыртқы істер министрліктер арасындағы бірлескен іс-шаралар жоспарына қол қояды. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич жана Казакстан Республикасынын президенти Токаев Касым Жоомарт Кемелович Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын өлкө башчыларынын биргелешкен билдирүүсүнө кол коюшат.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев және Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожоевич Жапаров Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы мемлекет басшыларының бірлескен мәлімдемесіне қол қояды. Ушуну менен кол коюу аземи аяктады. Анда эмесе азыр эки мамлекеттин өлкө башчылары биргелешкен билдирүү жасашат. Қол қою рәсімі аяқталды, мемлекет басшыларының бірлескен мәлімдемесі. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар. Бүгүн мен Боордош Казакстан Республикасынын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемелович Токаевди жана казак делегациясынын мүчөлөрүн тосуп алганыма терең кубанычтамын. Биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орногондугунун 30 жылдыгына карата өтүп жаткан Касым-Жомарт Кемелович Токаевдин расмий сапарына өзгөчө маани беребиз. Бул биздин мамлекеттерибиздин мамилелеринин жогорку деңгээлинин жана эки өлкөнүн ортосундагы ишенимдүү саясий диалогдун далили. Урматтуу достор, 30 жыл ичинде биздин жакын коңшулук мамилелерибиз жана достугубуз биргелешкен аракеттерибиз менен үзгүлтүксүз бекемделип келе жатты. Жана эки өлкө ортосундагы стратегиялык өз ара байланыштар жана союздаш мамилелерибиз тереңдеп келди. Биз эң жакын коңшу, бир тууган элдерденбиз жана биз мамилелерибизди мындан ары да бекемдеп, кеңейтүүгө даярбыз. Биздин бүгүнкү сүйлөшүүлөрүбүз салттагыдай эле достук, жылуу маанайда, иштиктүү жана конструктивдүү кырдаалда өттү. Саясий, экономикалык жана маданий, гуманитардык мүнөздөгү маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланды. Мамилелерди чыңдоодо жана андан ары өнүктүрүүгө багытталган бардык багыттар боюнча макулдашууларга жетиштик. Алардын ичинен эки тараптуу мамилелерди мындан ары тереңдетүү жана стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлине чыгаруу максатында 2003 жылдын 25 декабрындагы союздук мамилелер жөнүндө келишимди жаңылоого макулдашууну өзгөчө белгилеп кетким келет. Биргелешкен индустриалдык соода логистикалык комплексин куруу долбоору боюнча мурда жетишилген макулдашууну ишке ашыруунун алкагында анын курулушуна капсула салынды. Биз өкмөттөрдүн алдында өз ара сооданын деңгээлин 2 миллиард акш долларына жеткирүү, биринчи аймактар аралык форумду сапаттуу жана мазмундуу даярдап өткөрүү, Кыргыз Казакстан ишкерлер кеңешинин ишин жандандыруу, биздин чек аралар аркылуу жүктөрдү алып өтүү механизмдерин андан ары өркүндөтүү жана башка маселелер боюнча милдеттерди койдук. Товарларды жана жүктөрдү Казакстан аркылуу өткөрүү маселеси боюнча чек арадагы тыгындарды болтурбоо жана бул маселе боюнча мурда жетишилген макулдашууларды аткаруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшоо келишимине келдик. COVID-19 коронавирустук илдетинин жайылышы менен байланышкан дүйнөдө уланып жаткан санитардык эпидемиологиялык кырдаалдын айланасында биз эки өлкөнүн ортосундагы толук кандуу
жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу, анын ичинде жарандардын жүрүш үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында аба, темир жол жана унаа байланыштарды ишке ашыруу боюнча чараларды көрүү маселелерин кеңири талкууладык. Ошондой эле эки тарапты кызыктырган аймактык жана эл аралык темалар боюнча пикир алмашып, көп тараптуу кызматташуу форматында биргелешкен аракеттерди белгиледик. Кыргызстан менен Казакстан позициялардын окшоштугун жана азыркы кездеги геосаясий кырдаалда аймактык жана эл аралык мүнөздөгү жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга, анын ичинде терроризмге, экстремизмге, уюшкан кылмыштуулукка жана баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө биргелешкен күч аракеттерди консолидациялоо зарылдыгын дагы бир жолу ырастайбыз. Кыргызстан жана Казакстан эл аралык уюмдар менен иш алып барууда бирдиктүү аракеттерди карманышат. Ал Бириккен Улуттар уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму жана башка эл аралык уюмдар алкагында өз аракеттерибизди бекемдөөгө даярбыз. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, биз бүгүн жолугушууда жалпы тарыхый, маданий жана өзөгү бир, тили жана салттары бир эки тектеш элдин маданий кызматташтык мамилелерин дагы карадык. Дипломатиялык мамилелердин түзүлгөн мааракелик жылында Казакстандын борборунда жана башка шаарларында Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт. Бул эки тарап үчүн маанилүү иш-чараны өткөрүү, тарыхый, маданий мурастарды жайылтууга жана гуманитардык байланыштарыбызды өнүктүрүүгө салым кошот деп ишенем. Бүгүн Касым-Жомарт Кемелович экөөбүз казак элинин улуу акыны, агартуучу, эки элдин даңазалуу инсаны Абай Кунанбаевдин эстелигин ачуу аземине катышабыз. Жакын арада Нур-Султан шаарында улуу эпосубуздун баатыр каарманы Манастын эстелигин ачуу пландалууда. 2022-2023 окуу жылына Казакстандын жогорку окуу жайларында окууну каалаган Кыргызстандын жарандары тандалып алынды. Тизмеге казак тарап бөлгөн 50 орундук квота боюнча өтүштү. Бул Касым-Жомарт Кемеловичтин жеке демилгеси болгон. Бул чечимге ыраазычылыгыбызды билдирип кетемин. Жакынкы мүнөттөрдө Бишкекте Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин филиалын ачабыз. Казакстан мамлекеттик университетинин Бишкектеги филиалы эки өлкө үчүн керектүү жогорку квалификациялуу адистерди чыгара турган кадрларды даярдоо чогуна айланат деп терең ишенемин. Биздин мамлекеттерибиздин аймагында улуттук маданиятты, каада салт жана үрп адаттарды сактоо жана өнүктүрүү үчүн мындан арыда шарттарды түзүү зарыл деп эсептеймин. Сөзүмдүн аягында өз ара аракеттенүүлөрдүн түрдүү чөйрөлөрүндө эки тараптуу мамилелерди мындан ары тереңдетүүнүн так багыттары камтылган, биргелешкен билдирүүлөрүбүздө чагылдырылган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен кыргыз тарабы канааттангандыгын баса белгилейм. Биз мамлекеттерибиздин жана элдерибиздин ортосундагы чыныгы бир туугандык мамилелерди мындан арыда чыңдалышына терең ишенебиз. Сөз кезегин Касым-Жомарт Кемеловичке чын дилимден узатам. Кадірлі Садыр Нұрғожа уулу, құрметті ханымдар мен мырзалар, ең алдымен мені Бишкекке ресми сапармен келуге шақырғаны үшін Қырғызстан президенті Садыр Нұрғожа уулу Жапаровқа ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ қонақжайлығы үшін қырғыз халқына алғыс айтамын. Қазақтың қырғыз елімен тарихы тамырлас. Біз бауырлас халықтарымыз. Қазақстан мен Қырғызстан арасында дипломатиялық қатынас орнағанына биыл 30 жыл толды. Ынтымақтастығымыз стратегиялық серіктестік және одақтастық рухында дамып келе жатыр. Көп жақты ықпалдастықты жаңа деңгейге көтеру екі елдің ұлттық мүддесіне сай келеді. Бүгінгі сапар қарым-қатынасымызды нығайта түсуге тың серпін беретіні сөзсіз. Садыр Нұрғожа уулу
келіссөздердің нәтижесі туралы жаңа ғана толығымен айтып өтті. Бірқатар уағдаластыққа қол жеткіздік. Біз сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға баса мән бердік. Қазір әлемдегі ахуал күрделі, өте құбылмалы екенін білесіздер. Осындай қиын кезеңде күш жұмылдыру аса маңызды. Қазақстан Қырғыз елінің негізгі сауда және инвестиция саласындағы серіктесінің бірі болып табылады. Былтыр өзара тауар айналымы 1 миллиард долларға жетті. Келіссөздер барысында біз бұл көрсеткішті 2 миллиард долларға жеткізуге келістік. Қазақстан соңғы 15 жылда Қырғыз еліне 1 миллиард доллардан астам тікелей инвестиция құйды. Оның ішінде әлеуметтік маңызы зор жобаларды бар. Жалпы экономикалық ықпалдастықты одан әрі өркендетуге әлеуетіміз жетеді. Біз сауда көлемін жақын арада 2 миллиард долларға жеткізуге келістік. Бүгін сауда логистикалық индустриялық кешенінің негізі қаланды. Бұл қадам өндірістік байланыстар мен сауда саттықты жандандыруға жол ашады. Жалпы өзара сауда айналымын қысқа мерзімде едәуір ұлғайтуға мол мүмкіндік бар. Біз өнеркәсіп өнімдерін және басқада тауарларды Қырғызстанға экспорттауға дайынбыз. Бұған Қазэкспорт компаниясы қолдау көрсетеді. Қырғыз елінде Қазақстанға шығаратын өнімдері аз емес. Осы орайда қолда бар мүмкіндіктерді барынша пайдаланамыз деп уағдаластық. Сондай-ақ азаматтардың шекарадан өтуін жеңілдетуге баса назар аудардық. Жүк тасымалы рәсімдерін жетілдіру жайын пысықтадық. Соңғы жылдары бұл бағытта бірқатар ауқымды іс-шаралар атқарылды. Былтыр Қордай бекеті жаңартылып, жолаушыларға сапалы қызмет көрсетіле бастады. Басқа да бекеттерді жаңғырту туралы келісімдер бар. Басты мақсат шекарадағы тексерістерді азайтып, көлік кептелесін жою. Осы ретте мен цифрлық технологияны енгізудің қажеттілігі орасан зор екенін атап өттім. Бұл жұмыс екі ел үкіметтерінің ерекше бақылауында болады. Келесі маңызды мәселе өңірлердің ынтымақтастығына тың серпін беру. Биыл алғаш рет өңір аралық форум өткізуге келістік. Екіжақты инвестициялық серіктестікті жандандыру үшін ірі жобаларды бірлесе жүзеге асыруға уағдаластық. Бүгін облыстарымыздың арасында бірнеше келісімге қол қойылды. Біз Қырғызстандағы инвестициялық ахуал жақсара түскеніне қуаныштымыз. Халық күмтөр стратегиялық кен орнының игілігін көретін болады. Қырғызстан президентінің бастамасымен жүзеге асқан игі қадам құтты болсын. Шетел инвесторларының мүддесін қорғау ісі жалғасын табады. Бұл жұмыс қазақ компанияларының Қырғызстанға инвестиция салуына оң ықпал етеді. Қазақстан капиталының қатысуымен Ыстықкөл облысында күн энергиясы станциясын салу жоспарланып отыр. Жобаның құны $300 миллион. Инвестициялық ынтымақтастықты кеңейту үшін өзара тиімді бірлескен жобалар тізімі әзірленеді. Келесі маңызды бағыт су энергетика саласындағы қарым-қатынасты үйлестіру. Біз трансшекаралық су ресурстары ортақ байлық екенін тағы бір мәрте атап көрсеттік. Су тапшылығы мәселесі жылдан жылға күрделеніп келеді. Беделді халықаралық экологиялық ұйымдар осындай болжам жасап отыр. Келешекте су көп болмайды, тапшы болады. Бұл анық нәрсе. Сондықтан Орталық Азия мемлекеттері бірлескен жұмыстарды қолға алу қажет. Екі елге ортақ өзендер әрдайым жұртты жақындастыра түсуге дәнекер болу керек. Қазақстан барлық міндеттемелерін толық орындауға және маңызды жобаларды бірлесе іске асыруға дайын. Біз мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға ерекше мән бердік. Соңғы жылдары рухани байланысты жандандыруға бағытталған көптеген іс-шара атқарылды. Бұл қуанарлық жағдай. Былтыр осында Қазақстан мәдениетінің күндері табысты өтті. Ал биыл Қазақстанда
Қырғызстан мәдениетінің күндері өтеді. Бүгін құрметті Қырғызстан президентімен бірге Бішкек төрінде Ұлы Абайдың ескерткішін ашамыз. Мұны қырғыз елінің қазақ халқына деген айрықша құрметі деп білемін. Осы игі бастаманы қолдаған үшін құрметті Садыр Нұрғожаұлына және барша қырғыз жұртына алғыс айтамын. Мен біздің елордамызда әйгілі Манасқа және ұлы жазушы Шыңғыз Айтматовқа арнап ескерткіш орнату жөнінде тапсырма бердім. Былтыр Қырғызстан президенті Қазақстанға сапары кезінде екі елдің жастарын жақындастыра түсетін бірқатар уағдаластыққа қол жеткізген едік. Соның нәтижесінде бүгін Бішкекте Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филиалы ашылатын болды. Бұдан бөлек Қазақстан үкіметі қырғыз студенттеріне 50 грант бөліп отыр. Сонымен қатар біз жас ғалымдар үшін түрлі гранттар тағайындадық. Олардың озық ғылыми идеяларына мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Мен мәдени-гуманитарлық байланысты нығайту үшін екі ел зиялыларының форумын жыл сайын өткізуді ұсындым. Келіссөздер барысында жаһандық және өңірлік мәселелер туралы пікір алмастық. Халықаралық түйткілдер жөніндегі ұстанымдарымыз ортақ екенін атап өттік. Әсіресе Орталық Азиядағы ықпалдастықты тереңдету мәселесіне назар аудардық. Осы орайда көп ұзамай аймақ мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесуін өткізуге уағдаластық. Біз екі жақты және көп жақты форматтағы қарым-қатынасты қарқында түрде жалғастыра береміз. Қырғызстанның Евразия экономикалық одағының төрағасы ретінде атқарып жатқан жұмыстарын қолдаймыз. Қырғыз бауырларға Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары кеңесі аясындағы Қазақстанның бастамаларын қолдағаны үшін ризашылық білдіремін. Бүгінгі сапар екі елдің ынтымақтастығын одан әрі нығайта түсетіні анық. Уағдаластықтар мен келісімдер соны айқын дәлелі. Енді соларды жүзеге асыруымыз керек. Құрметті ханымдар мен мырзалар, 5 маусымда Қазақстанда өте маңызды әрі тарихи іс-шара өткізілмек. Бұл Конституциямызға өзгерістер енгізуге арналған жалпы халықтық референдум. Қазақ халқы өз тарихындағы шешуші кезеңге келді деп айтсақ артық болмайды. Жаңа Қазақстан, яғни екінші республика, бұл шын мәніндегі демократиялық қоғам деген сөз. Президенттік жүйе сақталғанымен парламенттің рөлі және ықпалы едәуір күшейтіледі. Халқымыздың үні және пікірі анық естілетін болады. Мен президент ретінде осы құқықтық реформадан ешқандай артықшылыққа я жеңілдікке ие болмаймын. Мақсатым бүкіл қоғамда оң өзгерістер жасау, халқымызға жарқын болашақтың жолын ашып беру. Дегенмен, бұл реформамен демократияланду үрдісі аяқталмайды. Алдымызда ұзақ жол бар. Жаңа реформалар жүзеге асырылады. Бүкіл қоғамымыздың жүйесі жаңартылады. Басқа сөзбен айтқанда, реформалар өз жалғасын табады. Бұл жұмыстың сәтті боларына күмәнім жоқ. Сөзімнің соңында барша қырғыз халқына құт берекет тілегім келеді. Қырғыз жұрты біз үшін ең жақын бір туған ел. Достығымыз мәңгі бола берсін.